Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Сіздерге осындай дәмді жұмсақ балды печеньесін көрсететін боламын. Жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керекті құмшекер, ұн, сары май, таза бал, ас содасы және 70% уксус. 9% 6% уксус жарамайды. Тек 70% ғана пайдаланасыздар және жұмыртқа. Ең алдымен ыдысымызды орташа отқа қойып, үстіне құмшекерімізді саламыз. Оның үстінен таза балымызды саламыз. Қатты отқа қоймаңыздар. Қатты отқа қойсаңыздар, құмшекерлеріңіз күйіп кетеді. Орташа отта жаймен ертіп аламыз. Арасында осылай қозғап, құмшекермен балды араластырамыз. Осылай көпіршіктеніп, жайлап ере береді. Ерді, енді үстінен сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі араласқанша. Араластырып алдық. Отты қатты қойып қоймаңыздар, орташа отта тұрады. Жайлап осылай көпіршіктенеді. Енді ас содамызға уксусымызды құйып, араластырып, құямыз. Бұны құйғаннан кейін көпіршігіміз көбейеді. Яғни уксустан содамен көтеріледі. Осылай араластырып алып, оттан алып, салқын жерге қоямыз. Ыдысымыз ыстық болғандықтан балымыз бен құмшекеріміздің светі осында қоңыр болып өзгере береді. Ыдысымыз суығанша светі өзгереді. Міне ыдысымыз суыды кішкене. Енді 2 дана жұмыртқамызды жайлап құйып отырып араластырамыз. Қасығымызбен жақсылап бір келкі араласқанша қозғай береміз. Осылай араластырып алдық. Енді үстінен ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болады. Міне, енді қасықты алып, қолмен елеймін. Қолға жапсады, ештеңе етпейді. Дастарханымызға ұн сеуіп, қамырымызды үстіне қойып, қолға жабыспайтындай етіп илейміз. Қатты болып кетпеу керек, тек қана қолға жабыспайтындай етіп қана илеп қоямыз. Міне, қолға жабыспайды, жұмсақ болды. Себебі қамырымызда суыды. Қамыр жылы кезінде де қолға жабысады, кішкене салқындағасын қолға жабысуы да басылып жұмсақ болады. Енді печенье формасын жасайтын боламыз. Қамырдың кішкене бөлігін алып, осылай жайып, қандай формочка бар сіздерде, сонымен осылай форма жасай бересіздер. Формочка жоқ болса, кесемен, стакандармен ой пісірсеңіздер болады.
барлық қамырды осылай ойып аламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Өте жұмсақ, жылдам піседі. Міне, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, өте дәмді. Істеп көріңіздер. Видеом ұнаса қоңыраушаны басып, тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді печеньелер, пирогтар, торттар, салаттардың рецептері бар. Кіріп көріңіздер. Ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.